Жана маған бір бала жазады. Это прям срочный видео болып тұр бүгінгі видео. Маған жана бір бала жазады. Айтады, что мен жасым 20-да, менде ешқандай мотивация жоқ, и менде ешқандай да интерес жоқ өмірге деген. И то, что вроде жұмыс жасап жатырмын, но қарыздарым бар, қызыммен дұрыс отношение емеспін, жаңағыдай депрессия болып жатырмын дейді. И сол ситуация қазір қыста барлығында болып жатыр. Особенно менде тоже болған. Қазір шүкір ол ситуациядан шыға алдым. Қалай шыққанымды қазір айта кетейін. Ең бірінші очередь ол нәрседен шығу үшін адам демалу керек. Басқа бір жерге бару керек, басқа елге бару керек. Мен сөйтіп Дубайға кетіп қалдым демалуға. Полностью миын тазартып, ол жаққа барған кезде сен ешқандай проблема жайлы ойламайсың. Сен миыңда проблема деген сөз де болмайды негізінде. Қазақстанға келесің, содан кейін басталады любой проблеманың бәрі. Главное, аяқта ақшаң жетіп тұрса болды. И вот басқа шетелге барып, кішкене демалып, шомылып, как положено, өзіне қалай демалғың келеді. Либо сен Алматыда, мысалы, тауға шықтың дейік, оны өзі саған демалыс шығар да. Миың, главное, демалу деген нәрсе дұрыс түсіну керек те. Демалу деген нәрсе, ол жаңа миыңдағы полный ойлардың барлығын алып тастау керек. Сен просто ұйықтасаң да жарайды. Ол да демалу, мысалы. Миыңдағы полный информация, жаңа проблеманың бәрін шығарып тастау керек. Миың пустой болу керек, как карта памяти сияқты. Мысалы, память толып қалғанда оларда 256 гигабайт толып қалған, соны азайту керек. Сол үшін лучшим решением бір демалып алып, миын тазартып тастап, 3 күн, 4 күн көзіне қаншалықты ыңғайлы, мысалы, бір апта возможно. Сөйтіп демалғаннан кейін ғана барып, ең бірінші шаг ол сенің ертеңгі күні не істейтініңді, яғни пландарын жазып алу керексің. Пландарсыз сен ешкім емессің бір сөйткен кезде. Как только сен пландарын жазып аласың, содан кейін ғана барып сен уже какой-то бір ойлар келе бастайды сен миына. Бірінші очередь пландарын жазып алу керексің. План жаздың, и екінші очередь сен уже сол пландарға қарай жұмыс істейсің де. Жарайды. Сенде рекламаға дейін ақша жоқ, мысалы, бизнесменсің да, рекламаға ақшаң жоқ. Немесе, возможно, реклама ақшаң жоқ дейік. Мысалы, менің ситуациям бойынша солай болды менде. Реклама ақша жоқ, не істеймін? Мен курьер болып далаға шықтым, курьер болып жасап келдім, ақшамды таптым, и дальше осы өзімнің жұмысыма келе бердім. Вот менің решением. И сол моментте, когда мен курьер болып істеп жатқан моментте, маған решение келді. Сол басқа проблеманың шешімі келді. Менде тоже долгтар өте көп. Солардың решениесі это сен когда действовать етесің, сен когда әрекет етесің, әрекет етіп жатқан моментте саған Алла басқа жақтан мүмкіндік беріп қояды. Сол мүмкіндікті главное жіберіп алмау керек, соны жасап қалу керек. Так что жай отыра беру, жай жата беру, мен үшін сондай болатын менде. Қыста жата беретін бір проект жоқ, мысалы, жұмыс болмай қалады, съемкалар болмай қалады, мен жата беретін. Депрессия болып, Инстаграм шұқылап. Қазір мен бүгін кәдімгідей жаңа бала жазғаннан кейін кәдімгідей ой келді осы видео түсіруге деп. Почему осындай адамдар өте көп қой. Мысалы, жас балалар көп тоже мен сияқты, которые бір жақтан болмай қалды, енді қыста жұмыстар тоқтап қалды. Көп адам қыста жұмыс тоқтап қалады. Поэтому қыста жұмыс тоқтаған моментті особо қарамай, бастысы әрекет ете беру керек. Даже ютубтан мысалы бір білім ізде, білім қара, бір нәрсені үйрен, видео түсір. Главное бір нәрсе істеу керек қой. Бір нәрсе істеп жатқан моментте осылай басқа жақтан бір возможность келеді. Сол возможностьтар арқылы сен наоборот лестницамен көтеріле бересің де. Так что лучше депрессияға түсудің қажеттілігі жоқ. Бастысы либо тренировка істеу керек, либо жаңағыдай бірінші пландарын жазып алу керек, кстати. Бірінші пландарын жазып алу керек. Кейін барып тренировканы өте қолға алу керек қой. Жаңағы графигін, не істейтінін, өзінің адам график жоқ, мақсат жоқ адам, ол уже жата береді депрессия болып. Ал мақсатым бар, либо сенде долгтар болу керек, жаңағы қарыздар болу керек, либо сенде бір мақсатым болу керек, конкретный. Осы екеуі сені заряжать етті. Қарыздарын, ол, например, бір Каспий, рассрочка мысалы да, соларға қарсы шығарсын. Каспий сені өзің татасыз келген кезде сені капец напрягать ететін болады. Ол нәрсеге кетпес үшін сен барынша еңбек етесің, курьер болып істейсің, нан істейсің, қара жұмыс істейсің, нан істейсің. Бірақ ең соңында сен оны жасайсың да, өйткені сені басқа біреу, басқа банк итермелеп тұр да, чтобы сен ақша табуың керексің дегендей. Ал мына жақта уже сенің мақсаттарың, сен асықпай, конкретно ешқандай напрягсыз уже өз жұмыстарын істейсің. И насчет долга айта кетейін. Енді қарызда алатын мүмкіндіктер бар енді. Мысалы менде семейный положение болған кейін, енді өзім үйленбегенмін негізінде. Просто отбасым, әкем, анам и інім бар. Сол кісілерді қазір уақытша жаңағыдай расходтарын өзім жабамын да. Ол үлкен ответственность алдым өзіме. Шүкір, қазір справляюсь. Қанша ай болды уже? Июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. 6 ай болыпты уже. 6 айдың ішінде, получается,
жаңағыдай тамақ, аренда, соның барлығын өзім көтеріп жатырмын, шүкір. Кейбір моменттерде болмай қалды, кейбір моменттерде болды. Но главное, біз бұның барлығына өттік каким-то образом. И еще шетелге де барып үлгердім, короче, шүкір. Осы жылға қойған пландарым енді көп пландарым орындалмай қалды, но шетелге деген планым, көзім ашылғаны, басқа адамдар қалай өмір сүреді, соның барлығына шүкір көзім жетті. И сол пландарым, мақсаттарым орындалды. Енді ақшаға байланысты мақсаттар, конечно, табысты көтеру керек. Сондай ғана мақсаттар қалды. И вот. Солай, короче, получается, сондай нәрселер болу керек адамда. Мотивация беретін, сол адамды заряжать ететін бір дүниелер болу керек. Без этого біз никак қарызды жаба алмаймыз. Қарыз деген содан кейін алмау керек. Желательно не үшін алу керек қарызды? Қарызды либо сен реклама салу үшін, мысалы бизнесін енді бастан деватсың, реклама салу үшін аласың. Немесе просто андай ғой, біреулер iPhone алады да. Мысалы мен iPhone аламын для того, что мен ақша табу үшін. И шүкір, бұл iPhone уже 3 жыл кетіп бара жатыр. Бұл iPhone-мен жұмыс істеп жатқаныма. Былай қарайтын болсақ, басқа адамдар iPhone деген заттарды не үшін алады? Олар из-за того, что просто қызығады, качествосы күшті болады деп ойлайды. Но видите, из-за того, что iPhone ол как машина сияқты да, олар үшін. Оған тек расход кетеді, бірақ ешқандай пайда алып келмейді ол адам үшін, жай адам үшін. Так что қарыз алған моменте, рассрочка алған моменте ойланып алу дұрыс. Жайдан жай ала берген дұрыс емес. MacBook керек, басқа біреуде MacBook бар екен деп қызығып алдым, жатады ол MacBook просто. Бастапқыда эмоция арқылы алынған дүние, но кейін ол уже жайдан жай жатады. Ешқандай пайдаға аспай, болса ғана ақша алып келмейтін дүние. Сол үшін ойлан барынша. Главное, бірінші ол жаңағыдай мақсаттарын жазасын, екінші тренировка, и үшінші желательно вообще қарыз алмау керек. Вот, осы үш нәрсені конкретно ұстанып жүрсең, сен уже бір нормальный дәреже жетесің. Сол нәрсені өзім көремін, иншалла. Мен просто сендерге совет айтып жатырмын, который маған көмектескен, который мен миымда қазір ешқандай проблема жоқ, проблема барын шешіп, лақтырып, новый пландар жазып, вот қазір енді действовать етейін деп жатырмын. Жаңағы тренировкамда, және де қарыз алмау деген нәрсемде жаңағыдай полный фокус қылайын деп жатырмын. Қазір қарыздарым бар, сол жабып алуым керек. Мен просто андай адам, который қарызды жаппай, мен тынышталмайтын адам. Сондай адамға мен жаңа бір подкаст көргем, не істеу керек деген нәрсе болды. Ол жақта айтты, что сен қарызың бар, бірақ қарызың сенің 30% болу керек от дохода дейді, который сен беретін. Ал мен иногда 100% бәрін берем де, өзім там 1000 теңгеме отырып қалам. 30% берем, получается, доходтың қарызға. Яғни сол 30%-на дейін мен көтере алатын суммаға мен тек қана қарыз аламын, который ай сайын төлейтін. Потом 30%-ны, получается, біз өзімізге жинаймыз. Ертеңгі күнімізге деп 30%-ны инвестицияға жинаймыз. И дальше уже қалған 40%-ға біз өмір сүреміз. В общем, осындай бір баланс болу керек екен, именно доход бойынша. Осы баланста ұстанайық. Барлығына осы видеоны көргендерің үшін рахмет. YouTube-та қолға алдым. Осылай живой видео жаза берем, потому что менде монтажыға дейтін уақыт болмай жатыр. Так что осындай видео ұнап жатса, обязательно қазіргі таңда қолдап кетсеңдер, потому что бұның барлығы менің желаниемді арттырады, больше видео салғанға. Комментарий жазып кетіңдер. Адамдарға тарат деп айтпаймын, главное комментарий жазып, кішкене охватын көтерсеңдер осы аккаунттың, потому что көп болды уже 3 жылдай ма, 4 жылдай болып қалды, вообще видео салмағаныма. Так что келесі кездескенше, давайте.